Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 23-ші сабақ өзіңді тексер қорытынды сабағын өтеміз. Олай болса балалар, бірінші тапсырма осы бөлімде танысқан құндылықтарды атап шығыңдар. Құндылықтардың адам өміріндегі маңызын түсіндіріп айтыңдар. Балалар, бұл бөлімде танысқан құндылықтар тәлім-тәрбие, адами асыл қасиеттер, ата-баба тәрбиесі, адамгершілік, адалдық, жазу, сызу, өнер, жақсылық пен жамандық, иә? Екінші тапсырма ғажайып бақ ертегісіндегі кейіпкерлерді есіңе түсіріп, жақсы қасиеттерін ата. Балалар, ғажайып бақ ертегісіндегі кейіпкерлер Асан, Қасен, Асанның қызы, Қасеннің ұлы, Дана қария және де 4 шәкірт. Бұл ертегідегі кейіпкерлердің жақсы қасиеттері: Асан мен Қасен адал достар. Олар ақылды, қанағатшыл, ал 4-ші шәкірт болса, өте ақылды, тапқыр және де адал, әділ, Олай болса балалар, 3-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Балалар, 3-ші тапсырмада қазақ әліпбиінің тарихы туралы не білдің деген сұрақ қойылды. Балалар, қазақ әліпбиі тарихында бірнеше кезеңнен өтті. Ежелде қазақтар түркі руникалық жазуын, кейін араб жазуын қолданған. 1929 жылы араб жазуының орнына латын әліпбиі енгізілді. 1940 жылдан бастап қазақ тілі кирилл әліпбиіне көшті. Қазір Қазақстанда латын әліпбиіне кезең-кезеңмен көшу жұмыстары жүргізілуде. 4-ші тапсырма: көп нүктенің орнына қажет сөзді жаз. Үлкенге құрмет, әдептілік белгісі, иіліп сәлем бергені. Балалар, 5-ші тапсырмада үлгіге қарап, берілген сөздермен мағыналы тіркестер құрап жаз. Үлгі: қарттың тәлімі. Енді балалар, осы үлгіге сүйене отырып, біз мағыналы тіркестерді құрастырамыз. Олай болса, қарттың тәлімі, нысапсыз бай және тілге тағзым деп құрастырсақ болады екен. 6-шы тапсырма: Саңжие халқы үшін не жасады? Балалар, біз мәтінді оқыған кезде Саңжие халқы үшін әріп ойлап тапты деп әңгіменің соңын аяқтаған болатынбыз, 7-ші тапсырма: сөйлемдерді толықтырып айт. Ғажайып бақ қиял ғажайып ертегісі, ал ертегіде қария кіші шәкіртінің сөзіне риза болды, 8-ші тапсырма. 8-ші тапсырма бойынша берілген тапсырма ол оқып, үзінді қай мәтіннен алынғанын есіңе түсір дейді. Бұл кімнің сөзі? Дегенмен, көргендінің аты көргендау шіркін, жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі деп халық тегін айтты дейсің бе? Балалар, бұл шал мен бала мәтіннен алынған, Ал бұл жердегі дегенмен, көргендінің аты көргендау шіркін, жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі деп халық тегін айтты дейсің бе деген сөз шалдың сөзі. 9-шы тапсырма бойынша берілген сұраққа жауап берсек, көпті көрген қарт сөзінің мағынасы. Балалар, көпті көрген қарт сөзін біз дана, қария деген мағынаға сәйкес келтіре алады екенбіз, 10-шы тапсырма: сөз жұмбақты шеш. Осы бөлімдегі ортақ тақырып қалай аталады? Бұл бөлімдегі ортақ тақырып құндылықтар деп аталады, 2-ші: бұл кісілердің есімдеріне ортақ сөзді тап. Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би. Яғни бұл кісілердің есімдеріне ортақ сөз би деп аталады. 3-ші: жасымда ғылым бар деп ескермедім. Қай ақынның өлеңі? Әрине, Абай Құнанбайұлы. Эпитет сөзге сұрақ қой. Қазыналы қарт, шешен адам, әділ би. Қандай қарт? Қазыналы қарт. Қандай адам? Шешен адам. Қандай би? Әділ би деп сұрақ қояды екенбіз, 5-ші тапсырма: әдеби шығармадағы суреттелетін затты шамадан тыс асырып айту тәсілі. Әрине, әсірелеу тәсілі.
Осымен балалар, біздің бүгінгі қорытынды сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.